Қайырлы күн, оқушылар. Бүгін математика сабағы 3-ші сынып 100-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы текше, тікбұрышты параллелепипед, фотоға түсіру өнері. Бүгін сабақта сен кеңістіктік фигуралардың орналасуындағы өзгерістерді түсінесің. Кестеден тыс көбейту және бөлуді орындайтын боласың. Кеңістіктегі геометриялық фигуралардың тікбұрышты параллелепипед, куб жазбасын дайындап және олардың моделін құрастырасың. Солға және оңға бұрғанда, үстінен және жанынан қарағанда кеңістіктік фигуралардың қалпындағы өзгерістерді түсінесің. Экранға назар аударайық. Фотоға түскенді ұнатасыңдар ма, балалар? Суретшілердің фотолары әдемі шыға ма? Неге? Суретшіге фотосуреті әдемі шығу үшін нені білу керек? Әрине, фото өнерінің қыр-сырын білуі керек. Әбден зерттеп барып, ыңғайлы уақытты пайдаланып түсіруі керек. Олай болса, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Фотосуретші объективтен дәл алдында түзу орналасқан текшені көрді. Текше суреттегі жазбадан құрастырған дейік. Жазбада А, Б, С, Д, Е, Ф әріптері берілген. Әріптер текшенің қай жағында? Сол, оң, жоғары, төмен болады. Дәлелде. Өзінді тексер. Солға және оңға бұрғанда, үстінен және жанынан қарағанда, кеңістіктегі фигуралардың қалпындағы өзгерістерді табу үшін берілген фигурадан текше моделін жасап аламыз. Осы текше моделі арқылы әріптердің қалай орналасқанын білеміз. Мысалы, фотосуретші объективтен текшенің суретін түсіріп алды. Алдындағы А әрпі болса, онда сол жағында Е, оң жағында С, астында F, үстінде Б, артында Д әріптері шығады. Ал балалар, объективтің орналасуын анықтау қиынға соқты ма? Неге? Барлығын бұл тапсырманы орындай алдыңдар ма? Олай болса, сабақтың мақсатын анықтайық. Солға және оңға бұрғанда, үстінен және жанынан қарағанда, кеңістіктегі фигуралардың қалпындағы өзгерістерді тез әрі дұрыс табуды үйренеміз. Дескриптор. Тікбұрышты параллелепипедтің жазбасын біледі, жазады. Тікбұрышты параллелепипедтің жазылған көрінісі солға және оңға бұрғанда, үстінен және жанынан қарағандағы кеңістіктегі фигуралардың қалпындағы өзгерістерді анықтайды. Ал екінші тапсырмаға назар аударайық. Кез келген босаған қорапты ал, оны ашып, беттерін жаз. Жазбада бірде қанша фигура шыққанына қара. Тік төртбұрыштар, параллелепипед қабырғаларының ұзындығын жаз. Өзінді тексер. Қорапша текше тәріздес фигура. Сондықтан кез келген қорапшаны ашып қарағанда, қарама-қарсы фигуралары тең болады. Текшенің әрбір жағы шаршы болады. Текшенің 6 жағы, 12 қыры, 8 төбесі бар. Текшенің әрбір қыры кесіндіден құралады. Текшенің төбесі нүктеден құралған. Мысалы, қарама-қарсы қабырғаларының ұзындықтары бірдей болады. 2 см, 2 см, 3 см, 3 см, 4 см, 4 см. Жарайсыңдар. Ал балалар, қазір біз сендермен кім жылдам ойынын ойнайық. Тирде 2 дос жарысуда. Олардың әрқайсысы қанша ұпай жинағанын анықта. 50 ұпай дөңгелек.
20 ұпай жұлдызша. Арман мен Самат жарысты. Кім жеңіске жетті? Кәне, балалар, Арман мен Саматтың ұпай санын санап көрейік. Өзіңді тексер. Арман 50, 50, 50 және 20, 20, 20 ұпай алды. Арманның ұпайы 210. Самат 50, 50, 50 және 20, 20, 20, 20 ұпай алды. Саматтың ұпайы 230. Самат 230 ұпай жинап, жеңіске жетті. Бәрекелді. Төртінші тапсырма. Кәдесый қораптарын жасап, оларды суретке түсір. Дескриптор. Кәдесый қораптарын жасап, қорапшаны құрастырады. Өз іс-әрекетінің жоспарын құрады. Өзіңді тексер. Өзіңізге қорап өлшемін таңдаңыз. Кәдесый жасау үшін бірінші А4 қағазын және түрлі түсті қағаздар, желім, қайшы, тағы басқа керекті құрал жабдықтардың бәрін дайындап қоямыз. Екінші, бұл мысалда квадраттардың өлшемдері келесідей. Кішкентай шаршы 33-та 33 сантиметр, үлкен шаршы 34-та 5, 34-та 5 сантиметр, қораптың биіктігі 6-да 5 сантиметр, ені 12 сантиметр. Жасайтын кәдесыйдің ұзындығын, енін, биіктігін өлшеп алдық. Үшінші, өлшеп алған тік төртбұрышқа құлақша жасап қалдырамыз. Содан кейін барлық қабырғаларын бір-біріне жапсырып, әрі қарай құлақтарын, көздерін, аузын жапсырамыз. Кәдесый дайын болды. Дайын болған кәдесыйді фотоға түсіріп жібереміз. Бәрекелді, кәдесый дайын болды. Ал балалар, 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Есепті әр түрлі тәсілмен шығар. Қандай тәсіл ыңғайлы? Неліктен? Фотосуретші әр апта сайын мектепке 5 рет барады. Әр барғанда ол 30 баладан фотосуретке түсіреді. 4 аптада қанша баланы фотосуретке түсіреді? Біз балалар есептің шығару жолын білеміз. Бірінші есептің шарты болады, екінші сұрағы, үшінші шешуі, төртінші жауабы болатынын. Есептің шарты. Фотосуретші әр аптада 5 рет мектепке барады. Әр барғанда 30 баладан фотосуретке түсіреді. Сұрағы. Бұл жерде фотосуретші 4 аптада қанша баланы суретке түсіру керек екенін табамыз. Шешуі. Бірінші тәсіл. 30 пен 5-тің көбейтіндісін 4-ке көбейтеміз. Болады 600 бала. Екінші тәсіл. 5 пен 4-тің көбейтіндісін 30-ға көбейтеміз. Болады 600 бала. Үшінші тәсіл. 30 пен 4-тің көбейтіндісін 5-ке көбейтеміз. Болады 600 бала. Жауабы. Фотосуретші 600 баланы фотосуретке түсіреді. Балалар, бізге ыңғайлы тәсіл қайсысы деп ойлайсыңдар? Әрине, екінші тәсіл ыңғайлы. Бір таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту. 4 пен 5-тің көбейтіндісі 20-ға тең. Енді 20 мен 30-дың көбейтіндісі 600-ге тең. Себебі 0 мен аяқталатын сандарды көбейту ыңғайлы. Бірінші 2 мен 3-ті көбейтіп алып, қанша 0 болса, сонша 0-ді тіркейміз. Ал балалар, енді біз текше туралы не білеміз? Текшенің неше жағы бар? Текшенің неше қыры бар? Текшенің неше төбесі бар? Текшенің
әрбір жағы қандай фигура? Текшенің әрбір қыры неден құралған? Текшенің әрбір төбесі неден құралған? Текше тәріздес фигураларға қандай мысалдар келтіруге болады? Өзіңді тексер. Текшенің 6 жағы бар. Текшенің 12 қыры бар. Текшенің 8 төбесі бар. Текшенің әрбір жағы шаршы фигурасынан құралған. Текшенің әрбір қыры кесіндіден құралған. Текшенің әрбір төбесі нүктеден құралған. Текше тәріздес фигураларға қорап, бөлме жатады. Жарайсың, балақай. Бүгінгі сабақта сен тік бұрышты параллелепипедтің жазбасын анықтадың, фигураның қабырғаларын өлшедің, солға және оңға бұрғанда, үстінен және жанынан қарағанда, кеңістіктегі фигуралардың қалпындағы өзгерістерді түсіндің. Сабақ аяқталды. Сабақта белсенділік танытып, қатысқандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.